Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қарадақты кетіру жолдарын айтатын боламын. Міндетті түрде күнде жасап, қарап өздеріңізге әдемі келіншек болып жүріңіздер. Кешке жатарда бір мезгіл істесеңіздер, жеткілікті, ерінбей міндетті түрде істеңіздер. Каналыма тіркеліп алыңыздар, пайдалы ақпаратты көріп отырасыздар. Осы видео сіздерге ұнаса, құрбыларыңызға, әпкелеріңізге жіберуді ұмытпаңыздар. Босанғаннан кейінгі қарадақтардан бетті ағартудың жолдарын айтатын боламын. Көп қыздың бетіне қара, қоңыр дақтар шығып кетеді. Оны қалай кетіру керек екенін және бетті ағартудың бірнеше жолын айтатын боламын. Әдетте дақтар күн сәулесінің әсерінен шығады, немесе тұқым қуалап беріледі. Асқазан ауырса да шығуы мүмкін. Сепкіл дақтарды кетіру үшін әртүрлі косметикалық құралдар бар. Дегенмен олардың көбі әрі қымбат, әрі пайдасыз. Сол себепті алдымен өзіңіз маска жасап кетіруге тырысып көріңіз. Ең оңай маска ол ақжелкен маскасы. Петрушка барлық үйімізде бар. Ақжелкен шөбін жақсылап жуып, майдалап, турап, суын шығарамыз да ватный дискімен таза бетімізге жағып жүреміз. Ақжелкен теріні ағартып, жұмсақ етеді. Ақжелкен мен кілегей маскасы, бұл маска құрғақ теріге арналған. Жақсылап майдалап туралған ақжелкеннің үстіне кілегей немесе қаймақ қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, таза бетке жағамыз. Жарты сағаттан кейін жылы сумен жуып тастаймыз. Үшінші маска ол лимон қабығының маскасы. Лимон қабығын жарты сағат суға салып қайнатамыз. Оны оты бәсең болу керек. Уақыт өткеннен кейін тұндырып қойыңыз. Бұл қоспа табиғи тоник. Онымен күніне 3 рет бетіңізді сүртіп тұрсаңыз өте керемет нәтиже береді. Төртінші ең соңғы маскамыз ол лимон мен крахмал маскасы. Жарты ас қасық картоп крахмалын лимон шырынымен араластырыңыз. Қоспаны бетке жағып, таза бетке жарты сағаттан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Егер бетіңіз қызарып жатса, бірден жуып тастауға болады. Ал құрметті оқырмандарым, осында керемет қолдағы бар азық-түлікпен жасалатын масканы жасаңыздар. Күнде ерінбей бір мезгілде жасап көріңіздер, соның өзінде әдемі результат болады. Осы видео сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк қойыңыздар. Келесі видео қандай тақырыпта шығу керек екенін астына жазып кетіңіздер. Сізге қандай тақырып қызықты?